Келе ғой, Ақнұр. Бек, сен сөйлеме жеді аға. Сан жақ. Сөйлеші, біз халық банкіне келдік деп жүр. Келе ғой, біз халық банкіне келдік. Глобалды экономика бөлім бойынша. Сәлеметсіздер ме? Біз халық банкіне келдік. Глобал экономика байланысты. Банк түсірдің бе? Иә. Енді есікті ашамыз. Сұлтан жүр. Жүріп тұрасың. Бала 9-шы Y группасы, біз халық банкіне келгеніміз көріп тұрсыңдар, бала? Бала қалай ойлайсыңдар? Бұл банк экономиканың белгілі функциясын атқару қажет пе, қажет емес пе? Қажет. Бұл қандай банк? Халық банк. Олай болса, бала қазір халық банкінің қызметкермен бізде диалог алатын Назым 9-шы Y группасының Құрметті оператор мырза, бізде халық банктың қызметкері Төлеубергенова Толқын Мұратаевна біздегі жазғы мектептің уақыт капсуласына салынатын интервьюдің беруші банк қызметкері болып табылады. Онымен сұхбат алатын біздің Назым оқушымыз. Олай болса, сұхбатыңызды бастаңыздар. Біріншіден осы қазақ экономикасында халық банктың әсері қандай? Осы Қазақстан экономикасының халық банкінің әсері өте көп деп ойлаймын өзім. Өйткені бізде халықтың көбі бізде обслуживаниеға қызмет етеміз. Халықтың көбіне оның ішінде пенсионерлер де бар, жай адамдар да бар, юридический лица деген кісілер де бар. Бәрі бізде қызмет алады. Көбі бюджетниктер, госорганизация істейтін кісілер. Біздің депозит, кредиттері бәрі ыңғайлы, бәрі доступны кісілерге деп ойлаймын. Сонымен ол барлық адамдар осы банкқа келгендікте халық банкі деп аталып кеткен ғой, иә? Негізі халық банк ең бірінші банк өзі Қазақстандағы ең бірінші банк халық банк қой. Өйткені біз уже 90 жыл осы Қазақстан экономикасында халық банк қызмет етеді кісілерге. Сондықтан ең бірінші халық банк деп, народный деп совет үкіметінде народный деп шыққан ғой. Содан кейін енді Қазақстан болған соң халық банк деп. Енді осы банктерде әртүрлі карточкалар бар екенін біз білеміз. Осы сіздердің банктеріңізде қандай карточкалар бар? Біз айта кетсеңіз. Біздің банкімізде Маэстро, Visa Classic бар. Содан кейін осы сендер студенттерге арналған, зарубеж оқитын студенттерге арналған арнайы карточкалары бар. Содан кейін пенсионный карточкалары бар. Ол тек қана пенсионерлерге, пособие алатын кісілерге арналған карточкалары бар. Maestro Classic, Master Classic. Содан кейін ол тек қана физический лица кісілерге арналған карточкалар. Тағы да юридический лица карточкалары бар, арнайы арналған. Осы енді терминдерге тоқталып кетсек, депозит, несие деген не екенін айта аласыз? Депозит олғанда орысша айтса вклад дейді ғой. Енді кісілер өз ақшасы банкке келіп, банк счетына салады. Содан сол ақшасы енді жұмыс істейді. Жұмыс істегенде енді банк оны бір жерге жібереді ғой, ақша жұмыс істеу керек емес. Сондықтан біз бәрі кісілерге айтамыз, лишний ақшалары болса, енді керек емес ақшасы, енді ақша постоянно керек бол, бірақ енді күні кешке дейін оны жиналған ақшалар болса, депозитке ұстаса, ол дұрыс. Өйткені ақша жұмыс істеу керек, ақшаның үстіне ақша түсу керек. Сондықтан депозит ол сондай процедура жоқ. Сұхбатыңызға рахмет. Осы біздің мектебіміздің жобасына өзіңіздің үлесіңізді қосқаныңызға алғыс
рахмет өздеріңізге рахмет